террористлері Одесса мерkezini бомбаладылар. Хусусан ЮНЕСКО мудафа зонасына тиеш ачтылар. 8 ерлі сакен яраланды. Олардан 5 киши шымды хастаханеде булуна. Инсанларнен февкуляде хизметлерінің психологлары чалышалар. Зарар көрген биналар япылған уджум нетижесінде сувсыз ве газ теминатсыз қалды. Одесса арби мемориет юлбашчысы Олег Кипернің білдіргеніне көре бір муэссе бинасы да зарар көрді. Русларның атеші алтында Одесса бедей музейде қалды. Музейге 124-ші доған күні уджум еттілер. Буақта Украина медениет назирлігінде білдірділер. Еді экспозиция зарар көрді. Мемори абиде олған дуварлары да зарар көрді. Бірқач жам қырылды. Эпысы мирасимлер лягу етілді. Украина ава куветлері малюматларына көре душман идере етілген Ха-31 ве 59 рокетлеріні фырлатты. Айны заманда онларca шахетнен уджум етті. Баллистик ракет Искендер-М ракетini весеслі сейір фюзесі Ониксны ишғал етілген Қырымдан атешледілер. Чтоб им все каждый день летело, вот так же. И их родным тоже. Большой привет. Эркун атеш алтында Херсон вилеті де бұлына. Тек топ мермелері иледе келде ерлі акиметінің қайдеткеніне көре Ха-31 рокетлері иледе уджум еттілер. Бір қадын яраланды, 4 зарар көрді, бірінің дамы йықылды. Херсон вилеті девлет мемориетінде қайдеткенлеріне көре бір евні рус ишғалжилері енді 3 дефа ура. Рус ишғалжилері Ростов-на-Доныны ишғал етілген Қырымнен бағламаға ниетлене. Запорожье вилетінің ишғал етілген бір қысымны идаре еткен ишғалжи Евгений Балицкинің білдіргеніне көре Демир Йол, Мариуполь ве Бердянск өзерінден кечмелі. Сан-Кедерсін инша ишлері енді Мелитопольның Женюби истиқаметінде ерлешкен Якимовка шеері тарафларында башлады. Иханетчі шееріні мұйым мантықи йол деп адландырды ве бұғайы біріншіден арби логистика үшін омырге кірсетілгеніні açıkça beyan ettim. Ruslarның сесі Балицкийның РИА Новости пропагандачыларына берген интервьюсында Русияге боғдай, демир, көмір ве бірчоқ дегер мақсулат керек олғанына білдірді. Кереч көпірі өзерінден кечмек артық телікелі олғанына сеслендіріп, она уджум етме ихтималы yüksek олғанына қайдетті. Только что забрали еще одного человека. Албайдан Адима Бюске қадар 90 ишғалжы хадимны аққорчалайжылар Қырым блогерлері ве журналистлерге қаршы япқан ішкенжілерді шеклей. Ең азындан 15 ватандашық журналистіні рус ишғалжылері қанунсыз жаписқанеге ташлады. Бұақта Қырым аққорчалайжы группасы білдіре. Анда алида санкция жедвеллеріне кірсетілмеген ве жазаландырылмаған онларжы жинайтчының исімлерін açıkладылар. Олар арасында тек экстремизмнен күреш мерkezінден рус көветчілері дегел Субай мақамыны ташыған описхане кемлері де бар. Айнен олар саяси мобюслерінің тіббей ярдым талапларына первасыз қала. Бойлеже ішкенжілерге дәйіл олалар. Після початку повномасштабного вторгнення ми підсилили ту роботу не тільки тому, що підсилилася кількість репресій і злочинів, а й тому, що ми хочемо все ж таки домогтися сатисфакції. Ми хочемо, щоб всі винні в цих злочинах понесли обов'язкове покарання, тому що цих злочинців доволі багато. Аққорчалайжылар жинайчылерінің эпісіні қайдетеве, эпісі малюматларына сайтта яйынлай. Бұл малюматларына құсусан Украина прокурорлары да қолана. Бұақта Қырым аққорчалайжы группасының елбасшысы Ольга Скрипник білдірді. О, дүнияны Қырым журналистеріне ішкенже япқан жинайчылерге қаршы санкциялар кірсетмеге жағырды. Айрыжа халқыра жинайы махкеменің бұйық жең башламаздан евел япылған жинайтлерге диқат айырмағанлары доғыр олмағаныны қайдетті. Бұнен берапер Авропа шурасы ве Бірлешкен Миллетлер севиясында олған халқара тазминат алетлері Қырымда керчеклешкен жинайтлерге құлақ асмай. Журналіст. Тобто всі ті, хто сидять за ґратами зараз, вони не мають права на компенсацію в рамках цих міжнародних документів. Тому якраз ми звертаємося до країн наших партнерів, що має бути розроблені відповідні і реєстри, і механізми, які будуть включати обов'язково шкоду всю, яка була заподіяна агресією Росії саме з 2014 року.
Кырым ишгал этилгенинден соңра рус күветчилери Ярамадада АТР телеканалы ile берабер бүтүн багымсыз матбуат васталарынын фаалиятын токтатты. Ишгалчылардын куралларын разы олмаган журналистлерни исе такып этелер. Догрове акыкый хаберлерни яйынлаган ватандашлык журналистлери де пейда алганындан соңра ишкенже ве баскылар япылмага башлады. Эң мешур олганлар сырасында бу Ирина Данилович О Ахмеджиттин описханесинде инсульт кечирди. Кулак хасталыгы бар эди. Тибби ярдым берилмегени үчүн bir кулагы сагыр калды. Бунян берабер Дигермебю Самет Сулеймановнын калбине амелият yapılması керек. Владислав Есипенко да шиддетле ишкенжелерден кечти.